Күйеуі емшіге апарамын деп уәде беріп, ауырған әйелін ормандағы жапандағы үйге апарып тастады. Айсұлу тағы біраз ғана қалды. «Шыда», деді Бекжан. Дауысы жылы естілгенімен жанары мүлде басқа нәрсені айтып тұрғандай. Айсұлу әрең қозғалды. Аяқтары жансызданып қалғандай, әр қадамы ерік-жігердің соңғы жұрнағымен жасалған. Ауру оның жанын ғана емес, тәнін де кеміріп бара жатқандай. Бекжан анда-санда оған алаңдаған түр көрсетіп қарап қояды. Бірақ көзінде суық есеп пен қатыгез шешім жатқан еді. «Шыдағым жоқ, Бекжан», деп сыбырлады Айсұлу. Шаршаған дауысы өкініш пен ренішке толы. «Сен жақсы болсын деп жүрсің, білем, бірақ менің қуатым қалмады. Қалдыңнан келеді. Ана жерде қарашы, үй тұр», деді ол, орман ішін нұсқап. Даусында біртүрлі салтанаттылық пайда болды. Сірә өз жоспарын аяқтап жатқандай сезінсе керек. Айсұлу көзіне жас тұнып әрең қарап еді. Расында да орман арасында бір жапырақ үй тұр екен. Қаңырап қалған, бір жақа қисайып құлағалы тұрған. Терезелері тозып кеткен, өрмекпен оралған, ал шатыры мүкті басып кеткен. Үйге жеткенде Айсұлудың аяғының астынан жер кетіп бара жатқандай болды. Бекжан оны ішке сүйреп кіргізіп, қатты орындыққа жатқызды. Көзінде риза болған жанның белгісі, бітпейтін істің соңына жеткендей. «Енді тыныға бер, қанша қаласаң да», деді ол жалған жымиып. Бірақ бұл жымиыста жылылық атымен жоқ еді. Айсұлу жан-жағына көз жүгіртті. Ескі қабырғалардан сасық иіс шығады. Бұрышта ескі шүберектер мен шіріген тақтайлар шашылып жатыр. «Бұл жерде адам тұрмайды ғой», деді ол қорқақ үнмен. «Әрине тұрмайды. 20 жылдан бері бұл жаққа ешкім атпасын бұрған емес», деді Бекжан қолын сілтеп. «Енді ешкім де келмейді. Бақ шипас шапса тыныш өлерсің, ал болмаса жабайы аңдар». «Не деп тұрсың, Бекжан? Есің дұрыс па?» Айсұлу орнынан тұруға тырысты, бірақ денесі бағынбады. Бекжанның жүзі өзгерді. Маска шешілгендей, көзі от шашты. «Мен саған жаймен-ақ айттым. Бизнесті менің атыма аудар. Бірақ сен қырсығып бақтың. Саған шыдау, қасыңда жүру, сенімен бір төсекте жату азап болды. Жаныңнан жиркенем». «Ақшамнан жиркенбейсің ғой, я?» Айсұлуының үні дірілдеді. «Ақшама? Ол енді менікі. Құжаттарды рәсімдеу ғана қалды. Бәрі сенің емші балгер дегендерге сенетін қырсықтығыңды біледі. Мен сені қайтарып алуға тырыстым. Бірақ сен қыңырсыдың. Бәріне солай айтып жүрмін. Енді ешкім күмәнданбайды. Жоспар тамаша, тіпті табытқа да ақша кетпейді». Ол қатты күлді. Сол күлкі орманды жаңғыртты. Салқын әрі қорқынышты. Айсұлу көзіне жас алып ойлады. Мүмкін бұл жай ғана қорқынышты түс шығар. Бірақ жоқ, шындық. Күйеуі кетіп қалды. Ол тұруға тырысты. Қалжыңын асырап жіберді. Қайта келуі керек, бірақ денесі мүлде қозғалар емес. Соңғы бір жыл ішінде Айсұлу сырқаттан көз ашпады. Шындығы ашылған сәттен бастап сатқындық, опасыздық, өтірік бәрі денсаулығына ауыр соққы болды. Дәрігерлер жүйке тозуы, созылмалы күйзеліс деп қана қайталай берді. Ол бай еді, табысты, бірақ енді ешқандай мағынасы жоқ, ешкімсіз әлсіреген орманда жалғыз қалды. Кенет әлсіз сыбдыр естілді. «Қорықпа». Айсұлу селк ете қалды. Қарсы алдында 7-8 жастағы кішкентай қыз тұр. Көздері балаға таңғалдықпен қатар батылдыққа толы. «Мына жерге мен бұрыннан келіп жүрмін», деді ол бұрышта нұсқап. «Ол сені әкелгенде мен қашаннан бері осында едім, жасырынып отырдым. Сен қайдан келдің? Біреу алып келді ме?» деп күбірледі Айсұлу. «Жоқ, өзім келдім. Әкеммен ренжісіп қалсам, осында қашып келем.
қойсын, ойланып көрсін өзі ісін. Ол саған қатты сөйлей ме? Әрине, үй жина дейді, ыдыс жудырады, ал менің ойнағым келеді. Бәлкім, шаршаған шығар. Егер менің әкем тірі болғанда, ол не айтса да бәрін істеуге дайын болар едім. Тіпті қолымнан келмесе де. Сенің әкең қайтыс болды ма? Иә, баяғыда. Адам баласы өледі, Айдана. Менің әкем де өледі дейсің бе? Деді қыз өкпелеп. Қартайғанда немесе ауырса адам пенде. Менің анам қайтыс болған. Сағынам оны қатты. Әкемнің де өліп қалуын қаламаймын. Енді көмектесемін оған. Ол сені де өлу үшін осында тастап кетті ме? Иә, солай болды. Неге ауруханада емделмейсің? Себебі ол менің жазылып кетуімді қаламады. Қыз орнынан атып тұрды. Мен қазір әкемді әкелем. Ол ауылдың бәрін емдеген. Тек мамамды ғана құтқара алмады. Ол айтатын, жақындарымның тағдырын өзгерте алмаймын деп. Ол сиқыршы ма? Айсұлу күліп жіберді. Сиқыршылар болмайды ғой. Сен сиқырға сенесің ғой. Күйеуіңнің айтқаны сол. Күт мені, тез қайтам. Атың кім? Айдана. Жабайы аңдардан қорықпайсың ба? Бұл жақта ешқандай аң жүрмейді. Көбінесе кірпілер ғана. Қыз ғайып болды. Айсұлу қайтадан көзі ілініп, есеңгірей бастады. Бірақ бір дауыс қайта оятты. Әке, ол өлді ме? Жоқ, ұйықтап жатыр. Айдана, сен келдің бе? Деп сыбырлады Айсұлу. Жанында кішкентай қыз және оның әкесі тұр. Ер адам келбеті көлеңкеде болса да, дауысынан сенімділік сезілді. Сәлеметсіз бе, кешіріңіз. Ештеңе етпейді, барлығы жақсы болады, деді ол. Ол Айсұлудың маңдайына алақанын тегізді. Бірден жұмсақ жылу таралды денесіне. Сен жүре аласың. Бейтаныс ер адамның сүйемелдеуімен бірнеше қадам жасады. Сыртта тұрпайы ерекше көлік тұр, мотоцикл мен джиптің қосындысы сияқты. Айсұлу бір қадам жасады, тағы бір және көз алдында қараңғылық басып кетті.